Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге банан в шоколаде, яғни шоколадтағы банандарды дайындайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен бананымызды осылай қабығынан ажыратып аламыз. Мен бұл жерде 2 бананнан ғана жасадым. Өз қалауларыңыз бойынша көп жасағыларыңыз келсе 4-5 бананнан жасай берсеңіздер болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Банандарды қабығынан тазартып, осылай бөліктерге бөліп болғаннан кейін осындай шпажкалерге тығатын боламыз. Мороженыйдың таяқшасын алып қолдансаңыздар да болады. Менде ондай болмағандықтан осындай шпажкаларды қолданатын боламын. Шпажканың бір өзін ғана қолдансаңыздар, банан шоколадтың ішінде қалып кетуі мүмкін. Сондықтан осылай 2 шпажканы алып, екі жағынан тығатын боламыз. Шпажкамызды қадап болған соң банандарды 15 минутқа мұздатқышқа салып мұздатып аламыз. Осы ыдысқа шоколадтарымызды салатын боламыз. Мен бұл жерде Қазақстан шоколадын қолдандым. Жартысын осылай салып, водяной баняда, яғни су моншасында ертіп аламыз. Ертіп болғаннан кейін қалған бөлігін сол еріген шоколадтың үстіне салып, сол ыстықтықта 2 шоколадтың температурасын бірдей болғанша араластырып ерітіп аламыз. Бұл бізде темперирование деп аталады. Яғни шоколадтың температурасын біркелкі температураға келтіріп аламыз. Су моншасынан шыққан шоколадпен жасасақ, ол бізде сұйық болып шығуы мүмкін. Сондықтан осылай жасағанымыз өте ыңғайлы болады. Құлпынайды батыратын шоколадты массада тура осындай болады. Шоколадты массамыз дайын, енді банандарымызды біртіндеп батыра берсек болады. Мінекей осылай малып, пергамент қағазымыздың бетіне қойып, шоколадымыз кепкенше қоятын боламыз. Банандар мұздай болғандықтан шоколадқа батырған кезде өте әдемі болып жағылады, әрі тез кебеді. Осылайша кесілген барлық банандарымызды шоколадты массамызға батырып, пергамент қағазымыздың үстіне қойып кептіріп аламыз. Шоколадқа батырып болғаннан кейін тоңазытқышқа қоймаймыз. Алдында мұздатқыштан шыққан банандарымыз мұздай болғандықтан бөлме температурасында өзі әдемі болып кеуіп қалады. 15-20 минуттың көлемінде кеуіп қалатын болады. Мінекей 15 минуттың ішінде банандарымыз осындай жылтыр күйге енетін болады. Енді қалған шоколадты осылай кондитерлік қапшыққа салып, бокалға ыстық су құйып, соған батырып ертетін боламыз. Солай ертіп алғаннан кейін осылай банандарымыздың бетіне тез-тез сеуіп шығатын боламыз. Өз қалауларыңыз бойынша безендірсеңіздер болады. Шоколадыңыз кеппей тұрып, бетіне кокос жаңқасын сепсеңіздер де болады, немесе түрлі посыпкаларды сепсеңіздер болады. Мен осылай өзінен қалған шоколадты осылай сеуіп шығуды жөн көрдім. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Мінекей арасын кескенде осылай болып шықты. Шоколады өте қалың, байқасаңыздар, жеп көргенде дәмі өте әдемі болып шықты. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналымда шығатын жаңа видеода кездескенше.